Мен 10-шы сынып оқушылары, бүгін біз жаратылыстану математика бағытының 2-ші бөлімінің 115-ші беттегі шығарыңдар есептерін шығарамыз. Есептерді толық түсіну үшін видеоның соңына дейін қараңыздар, және де лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Ал бастаймыз. Бірінші есепте бізге иондалу потенциалы берілген. Мына жерде электрон массасы, бұл тұрақты шама 9,1 көбейту 10⁻31 дәрежесі. Бізге жылдамдықты табу керек, яғни минимал жылдамдық. Оны табу үшін біз екі энергияны теңестіреміз. В квадрат бөлінген 2 деген, осы екі энергияны теңестіріп, мына жерден В-ны тауып алуымыз керек. Сонда В бізде тең болады. Квадрат болғандықтан түбірге алынады. 2Е бөлінген М. Енді осыған мәндерді қойып шығамыз. Сонда В тең болады. 2 көбейту, мына жерде электрон шамасы, ол бізде заряды 1,6 көбейту 10-ның -19 дәрежесі болады. Көбейту 13,5. Потенциалы. Бөлемін электрон массасы, мына жерге жазып қойдым, 9,1 көбейту 10-ның -31 дәрежесі. Бұның барлығы түбірдің астында. Енді осыны калькуляторға саламыз. Бірінші мына жақта жоғарғы бөлігін 1,6 көбейтемін 13,5. 43,2 шығады, бөлемін 9,1-ге. 9,1. 4,7 шығады. Бұны біз түбірден шығаруымыз керек. Түбірге аламыз. Сонда 2,2, жоқ шамамен 2,2 қалады. Жоқ шамамен алғанда 2,2 көбейту 2,6 метр секунд. Немесе 2,2 мега метр секунд болады. Енді есепте ионизатор 1 сантиметр куб көлемде секундына 10⁹ дәрежесі иондар жұбын өндіреді екен. Және де бізге параллель екі электрондардың әрқайсының ауданы берілген 100 см квадрат, және ара қашықтығы 5 см. Бізге токты табуымыз керек. Енді бірінші токтың формуласын жазып аламыз. Ток бізде тең болады NS V E. Бұл жердегі N бұл тең болады N бөлінген V-ға. Ал V-ның өзі жылдамдық. Бұл L бөлінген Т деп алсақ болады. Яғни жүрген жол, ара қашықтық қой. Екі жазық параллельдің арасындағы ара қашықтық, мынау сол уақыт өткен. Енді осы екі мәнді мынау бірінші формулаға келіп қоямыз. Сөйтіп ток күшін табады екенбіз. Сонда I тең болады. Мынау N-нің орнына, мына формуланы әкелеміз. Сонда N S V-ның орнына мынау формуланы әкелеміз. Сонда L E астында V T деген қалады екен. Енді осыған мәндерді қойып шығамыз. N бізде 10⁹ дәрежесі. Көбейтеміз S 100 см. Көбейтеміз L 5 см. Көбейтеміз мынау электрон заряды, бұл 1,6 көбейту 10⁻19 дәрежесі. Бөлемін, көлемім 1 см куб. Уақыт 1 секунд. Сонда тең болады. Калькуляторға саламыз. 5-ті 1,6-ға көбейтек. 1,6-ға көбейтеміз 5-ті. Сонда бізде 8 шығады. 8 көбейту 10-ның екеуі қысқарады. Сонда 10-ның 10 дәрежесі қалады, -10 дәреже. Одан мына жерде 2 0 бар тағы да. Значит, 10-ның -8 дәрежесі қалады. Ампер. Бұны ықшамдайтын болсақ, бұл 0,08 микроамперді береді. Үшінші есепте қандай температурада сынап атомының ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиялары олардың иондалуына жеткілікті болады дейді. Және иондалу потенциалы берілген. Яғни біз температура табуымыз керек. Бұл жерде энергияларды жазып алайын. Бірінші орташа кинетикалық энергияның формуласы бұл E тең болады 3 бөлінген 2 КТ. Енді иондалу энергиясын EU деп аламыз. Енді осы екі энергияны теңестіріп, мынау Т-ны табуымыз керек. Сонда 3 КТ бөлінген 2 бұл тең болады EU-ға. Осы жерде Т-ны тауып алайық. Сонда Т тең болады 2 EU бөлінген
3К. Енді осыған мәндерді қоямыз. Сонда 2 көбейту 1,6 көбейту 10-ның минус 19 дәрежесі көбейту 10,4 бөлемін 3 көбейту 1,38 көбейту 10-ның минус 23 дәрежесі. Дегеніміз, бұл бізде Больцман тұрақтысы, бұл тұрақты шама. Мен мына жаққа жазып кетемін тағы да, иә. Больцман тұрақтысы 1,38 көбейту 10-ның минус 23 дәрежесіне тең. Енді калькуляторға салайық. Так, 2 көбейту 1,6 көбейту 10,4 тең 33,28. Оны бөлемін 3-ге, бөлемін 1,38-ге. Сонда шамамен 8 шығады, иә. 8 және де мына дәрежелері бар. Бұл 23 және 19, иә, екеуі азайтылады. Сонда 4 дәрежесі 8 көбейту 10-ның 4 дәрежесі Кельвин немесе 80.000 Кельвин болады.